Рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Кіріп келген Рамазан айы баршамызға құтты, мүбәрәк, берекелі болғай. Рамазан айында қойылатын сұрақтардың бірі тарауих намазы. Тарауих намаз дегеніміз не? Ол қай уақытта оқылады? Ол неше ракат? Және де тарауих намазын оқу үшін намаз оқушы Құранның толық сүрелерін жатқа білу керек па деген сұрақтар қойып жатады. Бірінші, тарауих намаз дегеніміз бұл Рамазан айында ғана оқылатын ерекше құлшылық. Пайғамбар хадисте айтады: "Мен қама Рамадана имана ва ихтисабан, ғуфир лаху ма тақаддама мин занбих." Кімде-кім Рамазан айын шынайы иманмен, сауабын үміт етіп, Алла үшін намаз оқитын болса, Алла ол адамның алдыңғы қате кемшіліктерін, күнәларына кешіріп жібереді деген. Ханафи мазхабы бойынша тарауих намазы 20 ракаттан тұрады. Ол 20 ракаттың әрқайсысы 2-2 ракаттан оқып, пайғамбарымыз хадисінде келгендей, салатул лайли мәсна мәсна, яғни түнгі намаз 2 ракат 2 ракаттан оқылады. Тарауих намазын оқу үшін Құранның бүкіл аяттарını білу шарт емес. Адам өзінің отбасымен, жанұясымен белгілі бір білетін сүрелерін оқу арқылы тарауих намазын оқуға болады. Тарауих намазын оқу үшін жамағат біз бірінші ниет қыламыз. Яғни ниет еттім, Алланың разылығы үшін тарауих намазының 2 ракат сүннетін оқымаққа деп құлақ қағып қол байлаймыз. Аллаху акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أرحم الراحمين. Қадірмен жамағат, біз қазір сіздерге 2 ракат намаз оқудың үлгісін көрсеттік. Осы оқылған намазға тағы да 2 ракат намаз оқып болғаннан кейін Алланы ұлықтайтын мағынадағы тәсбих айтуымыз керек. Тәсбих мына тәрізде айтылады. Субхана зил мулки вал малакут. Субхана зил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут.
سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر. Тасбих әрбір 4 ракатта айтылады. Осылайша біз тарауих намазының 20 ракатын 2 ракаттан оқу арқылы бітіреміз. Қадірменді жамағат, Рамазанға қатысты, оразаға қатысты, тарауих намаздары қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанындағы арнайы колл-центрға хабарласу арқылы о жерден өздеріңіздің сұрақтарыңызға тұшымды жауаптар ала аласыз. Колл-центрдің нөмірі 33 30 30. Аллах тағала Рамазан айындағы ұстаған оразаларымызды, ғибадаттарымызды, ниеттерімізді қабыл еткей.